Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болатын қырғызша беш бармақ дайындайтын боламыз. Өте дәмді, күшті болып шығады. Алдымен маған тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Алдымен етімізді жуып, тазалап, газымызге қоямыз. Қайнаған соң осылай көбігін аламыз, тазалап бәрін. Көбігін алып болған соң үстіне сарымсағымызды саламыз. Бір үлкен сарымсақ салдым, сәбіз саламыз, болгарский картошка саламыз. Керегінше тұз салып қоямыз. Қамырына 5 жұмыртқаға қамыр илейміз. Қаттылау етіп қамыр илейміз, оны пакетке салып қоямыз. Менде 2 зуала болды, үлкен-үлкен. Оны пакетке салып қоямыз. Тынып тұрған қамырымызды алып жаямыз. Жаю рецепті менде бар. Жайған қамырымызды осылай кеспе етіп тураймыз. Етіміз 1 сағат, 1,5 сағаттай қайнады. Піскен етімізді алып осылай майдалау етіп турап шығамыз. Етіміз піскен сорпаны сүзіп аламыз. Ішінде майда сүйектер қалып қою мүмкін. Сол үшін сүзіп алып, қайтадан сорпаны қайнатып, ішіне қамырымызды салып аламыз. Міне менде қамырым пісті. Қамырымызды кішкене майлап жеріп, еттің үстіне саламыз. Міне етімізбен араластырып, легенімізге салып, дастарханымызға тарта береміз. Тамағымыз дайын болды. Міне өте күшті, өте дәмді, өте оңай тамақ. Жасап көріңіздер сіздер де. Сау болыңыздар.